Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен осындай купон келген болса, сізге оны Каспи шотыңызға қалай аударуға болады, сол туралы айтатын боламын. Сізге келген купонды қандай продавец жіберді, сол кісіге сообщение қылып жазып, фотоға түсіріп жазып жібересіз. Ешқандай переводчик, переводтап копировать ставить етпей, осындай бір клавиатура арқылы автоматты түрде перевод жасасаңыздар болады. Мінекей осылай сәлем. Менде сіз берген купон бар. Егер мен жақсы отзыв қалдырсам, осы купондағы сумманы маған картаға жібере аласыз ба деп. Осылай жібересіз. Продавецтің ответін күтесіз. Мен Додо кошелекті қолдана алмаймын деп жазып жібересіз, ескертіп, өйткені мен шетел азаматымын деген сияқты. Ескерте кететін жайт, барлық продавец сіздің купоныңызды картаға, яғни сіз немен оплата жасадыңыз, соған аударуға келісе бермейді. Мен екі сатушымен сөйлесіп, екеуіне де осылай отзыв қалдырдым. Мінекей көйлекке отзыв болса видеомен, фотомен және 5 жұлдызша қойып еді, маған осылай 5 берді. Мен Википеймен оплата жасаған болатым, яғни WeChat арқылы. Осылай менде осы сумма маған Каспиіме түсті. Ал егерде продавец келіспей сізге купонды мынандай Додо кошелекке лақтырып жіберген болса, оны да сіз өзіңіз осылай әліппейіңізге лақтырып алсаңыз болады. Ол үшін служба поддержкаға кіресіздер. Осы жерден жүрекшені басасыздар. Осы жерден 4-ші тұрған бар, осыны басып, төменгі жақтағы служба поддержкаға кіріп, сіздер автоматты түрде осы Додо кошелектің проблемасы бойынша сұрақтармен айналысатын техподдержкаға түсесіздер. Солар арқылы сөйлесіп, мен осындай Додо кошелегін пайдалана алмай жүрмін, маған осыны әліппей шотыма аударып берсеңіз деп, өзіңіздің әліппей шотыңызға аудартып алсаңыздар болады. Видео пайдаңызға жараса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.